мехраптан, минбардан сүйлеп атам. Пайғамбарымыздың аманаты бұл. Елді ойлаған, елге күйген, бірісі дағы жоқ екен. Бардық областардан, райондардан келген мұсылман бір туғандарым қайтқыла үйлерге. Ата-ене бала шағаға қайтқыла. Гөлден келдің бе, гөлге қайт. Оштан келдің бе, ошқа қайт. Таластан келдің бе, таласқа қайт. Нарыннан келдің бе, нарынға қайт. Баткеннен келдің бе, баткенге қайт. Чүйден келдің бе, үйге қайт. Жалауаттан қайт үйге. Мирный митинг деген болмайды, алданып қалма. Ешкім башқара алмайды. Ешкім тоқтата алмайды. Ел сел деп қояды. Урматтуу ағайын мұсылман бір туғандар, біз барымыз жаратқанға дуа қылайлы, дуа қылып әрекетімізді да қылайлы. Талқалаған бір баста, құрған аста, біз қашан мемлекетімізден құрамыз. Құрыл электі талқалап атсақ, еми бұтымызға тұрып пандемияда 7-8 ай үшін қиналып атсақ, мемлекетіміз экономикасы еми бұттан тұрып, бірімізге жардам беріп, волонтерлар Алла разы болсын үшін қылып, қолынан сағыр кеч, бірінен сындырып нанын бір-біріне бөліштіріп беріп атса, тағы біз ашаршылықты Алла Тағаладан тілейлі. Өзбекстан, Қазақстан, Тажикстан границаларын жауып, біз біріміздің етімізді біріміз жейлі. Топалаң бола берсе, қаяқтан тоқтасын, қаяқтан өсі, қаяқтан тыныштық, қаяқтан амандық. Бірінің мүлкіне бірі қол салып, ұғырдай тұрған болса, арам бұл қайынтып өтеді. Қайынтып бала шағаңа бересін үшін бірінің мүлкін алып, қайынтып бала шағаңа бересін. Қайынтып киініп аласың. Қайынтып бірінің үшін холодильнигін үйін алып барып қойып аласың. Ошыға қайынтып ет наныңы қоясың. Қайынтып сен жүрегің шыдайды. Бірінің мүлкі қашан жұқ келе. Бірінің мүлкі қашан бұйыр келе. Бірінің мүлкі тешіп шыққанын ғана көргенбіз. Тешіп шыққанына ғана күре болғанбыз. Сенен болса бала шағаңнан тешіп шығады. Бала шағаңа райым қыл. Сен дозақтан қорқпасаң дағы, қабырдан қорқпасаң, Алладан қорқпасаң, елдің қарғыштан қорқпасаң, енелердің көз жаштан қорқпасаң, қылай берем да. Саңа да бір дозақ бардыр. Күштімін деме, сенен күштілер бар. Қиынмын деме, сенен қиындар бар. Қиынсың ба? Бір құрметті жұмаға келгендер, мұназы құда қалса қайрыларды ұға тұрғандар, келіңіздер, бірі-бірімізбен бір бор болып жашайлы. Ансыз деле жашауымыз аз екен. Ансыз деле ертең бір күні кетеді екенбіз. Қанша деген адамдарымыздан, жақшыларымыздан айрылдық. Аз болса дағы мемлекетіміздің егеменділігіне қанша ата-бабаларымыз қан төккен, көз жаш төккен еле. Ушуну биздин колубузменен кайра талкаланып, бирөөгө жем болуп, бирөөгө кор болуп, бирөөгө уят болуп, бирөөнүн көз карамагында биз ортобузда бири-бирибиз менен урушуп кетсек, чет мамлекеттен келип бирөө ажыратсынбы бизди? Биз ошого дагы акылыбыз жетпей калдыбы? Бири-бирибиз менен кучакташканга жүрөгүбүз тартпай калдыбы? Бирөөлөр келип бизди ажыратсынбы? Ажыратпайт ал ажыратпайт. Ал курчутат. Отко отун таштайт. Билип коюңуз, биз өзүбүзгө гана өзүбүз күйө алабыз. Бир дагы башка бирөө бизге мындай күйбөйт. Жараткан Алла Таала баарыбызга туура түшүнүк берсин. Туура акыл берсин. Баарыбызга боорукерлик берсин. Баарыбызга мээримдүүлүк берсин. Баарыбызга ынтымак берсин. Мамлекетибизге тынчтык берсин. Амандык берсин. Тартиптүүлүк берсин. Кызыкандуулук калтырбай жаштарыбыз акыл эстүү болсун. Бардыгына туура чечимдерди кабыл алып, мыйзам таласында, мыйзам мамлекетинде, укуктуу мамлекетте, аман мамлекетте, эл суктана турган мамлекетте, өскөн өрүккөн мамлекетте жашаганга Аллахым жардам берсин. Баарыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Жараткан Алла Таалам
эки дүйнөбүздү абад кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.